Мен бір контент болсын, видео болсын, соны мақтанумен салмаймын. Елім мықты болсын деймін. Қазақ мықты болсын деп саламын негізі шыншы. Мынау былай болады деп айта алмаймын, бірақ қазір өтіп отқан шаруаны салып жатырмын. Біздің фермерлер, ауылда мал ботқандар өзіміз күнге киіп, жерге соқтығып, ақ үлпек баланы қалаға отырғызып қоямыз. Ойбай, боқ болмасын, сасымасын. Ойбай, оқысын деп ол жүреді, балды етеді. Бір джип, бір лексус мініп алып. Өзіміз жүреміз дейді, малдың сонда салпаң етіп алып шыға келгенде. Ол бала адам бола ма, баға ма, бақпай ма, бір алла білесің. Мен ана жылқыға үлгере алмай келетім, кеш батып келтір көрдіңіздер ғой. Шашылып төгіліп қалған мынау үйірлер. Түсінетіндер бар. Бір жағынан әрбірсе таппай қаламыз. Аясаң аяма деген үшін мына екеуға звондадым, екеуі де бітті яқтым. Біреу бір ер, екінші ер айдап кетуге келіп тұрам. Балам, қайыр мына өткелін өткізейік. Қайыр мына өткелін өткізейік. Ана дауғара кер айғыр арғы өткелде қалып қойды. Абдрахман, сен өткелдің ар жағына шықта, шауа берші ары қарай. Ар жақта дауғара кер айғыр жатыр Буцефо. Соны тоқтатып қайыра бер. Жолмен жүрсең Көкталдың бойында. Иә, тура Көкталдың бойында. Міне, бір үйді айдап кетті, мен қасағанды айдап кеттім. Анау екінші кетті. Тура асфальтпен жүре берсен, асфальтқа дейін барсан, оң жағында қалың қарағанда жатыр. Үлкен қара кер айғырдың үйірі. Қайыра бер соны бері қарай ауылға. Мен де келем қазір. Арғаға көткізіп алайық нанды. Сондықтан мал шаруашылығында жүрген ағалар, бауырлар, бұлар ертең ауылда қала ма, әлде ата кәсібімізді жалғастыра ма, жалғастырмай ма білмеймін, бірақ кім? Білмеймін қайдан шығып келгенін. Мен бір ақылшы болып дана көсіп тұрған жоқпын. Бейт сөйтті, бірақ балаң көмектеспесе ешкім көмектеспейді. Қазір жұмыскер, қауым деген далбаса. Өзім дегенде өгізде күшім бар дейді. Өгізде күшің болсын, өзің істеуің керек екен. Өзің деген балаң. Қазақ айтады, өзіңнен тумай ұл болмас, сатып алмай құл болмас дейді. Бір мыңға көмектеспін демей ақ қойын, бірақ сырттан кеп қаншаманы жетектетіп қой. Өзіңнен тумай ұл болмас екен бәрібір. Ішінде жақсылар да бар ғой, бірақ өзіңдей болмайды. Сондықтан балаларым қолқанат болып деген осы мін. Өтпесе наны қайта айдап кетесің бе? Саяқтар шашылып төгіліп. Жалғыз өзім үлгере алмай отыр. Кеш болса батып келетір. Ауылдан телефон соғып шақырып алдым міне. Шүкір Алла. Ана кішкентай ол екінші үйірге кетті ана жаққа шақтылап. Ол да жаңадан салған айғыр еді. Енді керек болса түртіп аласыздар, керек болмаса оттамаш деп отыра бересіздер.